Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, бүгінгі екінші сабағымызды бастаймыз. 6-шы жаттығуға назар аударайық, мұқият тыңда, сөйлеу мәнері кімге тән екенін анықта. Алматы уақыты 9 сағат 15 минут. Бұл радио қызметкерінің даусы. Аузыңды аш, а де. Анасының баласына тамақ беріп жатқан сәті. Ыстық самса алыңыз. Бұл самса сатушысының даусы. Келесі абайлаңыз, есік жабылады. Келесі аялдама Абылай хан даңғылы. Бұл автобус қызметкерінің даусы. Ойыншықтарыңды тағы да шашып тастағансың ба? Баласын ұрсып жатқан анасының даусы. Келесі соңғы бүгінгі өтетін тақырыбымыз етістік. Бұл мұғалімнің даусы. Мәтінді тиісті дауыстарға оқы. Самат ауылдағы атасы мен әжесін қатты сағынды. Сол сағынышын тілі жеткенше айтып, хат жазбақ болды. Кешкі тамағын ішіп болған соң, біраз уақыт теледидар көрді де, өз бөлмесіне кірді. Торгөз дәптерден 2 парақ жыртып алды. Ақ қағаздың басына сәлем хат деп жазып қойды да, әрі қарай өз ойын жай күйін әңгімеледі. Халдеріңіз қалай, ата, әже? Ауырмай, сырқамай жүрсіздер ме? Көкем жұмысын істеп жатыр ма? Біз де аман саумыз. Хатты әрі қарай жалғастырып жаз. Әкем мен анам жұмыстарына барып жүр. Ал мен болсам сабақтан қалмаймын. Сондай-ақ тек бестік баға алып жүрмін. Ата, әже, мен сіздерді қатты сағындым. Сабағым аяқталған соң, міндетті түрде ауылға сіздерге барамын. Көкеме сәлем айтыңыз. Сәлеммен, Самат. Келесі 8-ші жаттығу. Тапсырмалар арқылы сөйлеудің қай түрі жүзеге асырылғанын тауып көр. Сөйлеу түрі мен оған сәйкес тапсырманың тұсына плюс, яғни қосу таңбасын қой. Бірінші сөйлеудің түрлері. Бұл жерде 6-шы және 7-ші жаттығуға назар аударамыз. Және де тапсырмаларына назар аударамыз. 7-ші жаттығудың 1-ші тапсырмасы және 2-ші тапсырмасы. Бізде 6-ші жаттығуда 1-ші жаттығу бұл ауызша болған болатын. Ал енді 7-ші жаттығудан 1-ші, 2-ші тапсырмасына назар аударатын болсақ, 1-ші тапсырмасы бұл ауызша, ал 2-ші тапсырмасы жазбаша екен. Келесі 9-ші жаттығу. Оқы. Мәтінді оқуда сөйлеудің қай түрін қолданасың. Алматы қаласынан 70 шақырым жерде Таңбалы тас деген жер бар. Таңбалы тас бірнеше жылғалардан, өзектерден тұрады. Таңбалы тастың жан-жағында сайлар, ішінде күнге әбден күйген жалпақ гранит тас бар. Гранит тасқа таутеке, боғы, киік, жылқы, бұқа және басқалардың кескіндері қашалып салынған. Қолдарына ұзын найза ұстап, белдеріне қылыш асынған, кейбіреулері желбірете туыстаған 2 сарбаздың суреті өте әдемі бейнеленген. Аңызға айналған жерлер кітапшасынан. Қарамен жазылған сөздер мәтіндегі сөйлемдерді байланыстырып тұрғанына назар аудар. Сол сөздерді басқа сөздермен алмастырып айтып көр. Бірінші таңбалы тас деген сөзді ол жер деп ауыстырамыз. Екінші кездесетін таңбалы тасты оның деп ауыстырамыз. Үшіншіні гранит тас деген сөзді қатты тасқа деген сөздермен алмастыруға болады екен. Алғашқы мысалы енді осы сөздерді қойып оқып көрейікші. Алматы қаласынан 70 шақырым жерде Таңбалы тас деген жер бар. Ол жер бірнеше жылғалардан, өзектерден тұрады. Оның жан-жағында сайлар, ішінде күнге әбден күйген жалпақ гранит тас бар. Қатты тасқа таутеке, боғы, киік, жылқы, бұқа және басқалардың кескіндері қашалып салынған. Қолдарына ұзын найза ұстап, белдеріне қылыш асынған, кейбіреулері желбірете туыстаған 22 сарбаздың суреті өте әдемі бейнеленген. Екінші тапсырма. Алғашқы адамдар суреттердің көмегімен сөйлеудің қай түрін жүзеге асырды. Ойыңмен бөліс, ойыңды жазбасы сөйлеу бірден пайда болған жоқ. Сөйлеммен баста. Жазбасы сөйлеу бірден пайда болған жоқ. Алғашқы адамдар тасқа сурет салу арқылы сөйлеудің жазбаша түрін қалыптастырған. Суретте іс-әрекеттерін баяндаған. 22-ші шығармашылық үзіліс 10-ші жаттығу. Сурет бойынша күзде не болатынын әңгімеле, не болмайтынын айт. Әңгімелеу үшін сөйлеудің қай түрін қолданасың. Көз мезгілі бейнеленген сурет бөліктеріне зер салып қара, осы сурет бойынша 3 шырақ жаз дейді. Енді бірінші тапсырмаға назар аударып көрейік.
бұл жерде сурет бойынша күзде не болғанын әңгімелеуіміз керек, иә? Және де не болмайтынын айтамыз. Күз мезгілінде жапырақтар сарғайып, жеміс-жидек пісіп, адамдар еккен егіндерін орады. Күн суытып, құстар жылы жаққа ұшады. Адамдар жылы киімдерін киіп, қыс мезгіліне дайындалады. Бұл жерде сөйлеудің ауызша түрі қолданылған. Және де күз мезгілінде не болмайды? Күз мезгілінде құстар болмайды, иә? Өйткені құстар жылы жаққа ұшып кетеді екен. Және де күн бұл кезде жылы болмайды. Керісінше бұл кезде күн суыта бастайды, салқын болады. Енді күз мезгілі бейнеленген сурет бөліктеріне зер салып қара. Осы сурет бойынша үш сұрақ жаз. Күзде жапырақтар қандай түске боялады? Күзде жапырақтар сары түске боялады. Күзде ауа райы қандай болады? Салқын болады. Күзде жапырақтар не үшін түседі? Өйткені бұл кезде жапырақтар ауа райының суықтығына байланысты ағаштар қурап, жапырақтар жерге түседі екен. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.